Ассалаумағалейкум, құрметті Қазақстан халқы. Сіздерді мен бүгін отбасылық күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан отбасы бұл, яғни Тұрмағамбет Тілеуов бабамыз былай деп айтады: әйел көктен түскен жоқ, ол еркектің баласы. Еркек жерден шыққан жоқ, әйел оның анасы деп. Сол сияқты бізде еркек елдің иесі, әйел үйдің киесі дейді. Бауыржан Момышұлы атамыз былай деп айтады: әйел адамның үш-ақ қасиеті болса, ол жақсы ана болады дейді. Ол қалай десеңіздер, біріншісі баласына жақсы тәрбие беру керек. Екіншісі дастарханына жақсы қарау керек. Үшіншісі отағасына жағасын кір қылмай жақсы қарау керек. Осы үш қасиеті бар әйел ең жақсы әйел деп Баукең осылай айтқан. Мен де соған қосыламын. Мысалы үшін Абай атамыз, бүкіл қазақты көрмей, Абай атамыз медреседен келген кезде анасы Ұлжанға сағынып, анасын құшақтағанда анасы айтқан: Абай, алдымен әкеңе барып, Құнанбайға әкеңе сәлем беріп кел деп. Мінекей, әйел еркекті көтеріп отыр, еркек әйелді көтеріп отыр. Міне сол кезде үйлесім болады, отбасында осы кезде береке болады. Бір күн ұрыс 40 күнге несібені қайтарады дейді. Сондықтан ұрыс болмау керек. Отбасында балалар жақсы өссін десеңіздер, ата-анаға қарап өседі, әкеге қарап ұл өсер, ана қарап қыз өсер дейді. Мен осының тілектім. Тағы да шын жүректен отбасында ұрыс болмасын, жанжал болмасын, әйелді әйелдей, отағасын отағасындай, балалар бір-бірін сыйлап өтсін.